Не үшін бап деп ойлайсыздар олар? Шаш қайдыру үшін. Иә. Тағы? Одан кейін шаш күшті болсын. Иә, сән келе үшін бап дегенде, балалар, сендердің де шаштаразға барлары келеді ма? Иә. Балалар келеді ма? Иә. Иә. Біздің балабақшамыздың жанында балалар салоны деген ашылыпты. Ендеше біз сонда барайық па? Иә. Ендеше біз барлығымыз балалар салонына барайық. Ендеше мені бірге көрейікші? Мінекей балалар, біз сұлулық салонына келдік. Қанекей, ішіне кіріп көрейік. Бұл салонда істейтін мамандар өте қабілетті, талантты, қолдарынан барлығы келетін жас шеберлер екен. Біз осы мамандарға тапсырма берейік. Бізге көңілді шаш үлгісін жасап берсін. Қолға қайшы аламын, мен шаштараз баламын. Кел шашыңды тарайын, шаш үлгісін жасайын. Кекіліңді жүрінім, қысқартып мен берейін. Ханшайымның бұрымын екі жақтан өрейін. Ханшайымның бұрымын екі жақтан өрейін. Үлкен менің арманым, мен шаштараз боламын. Өсіп кеткен шашыңды сәндеп қиып аламын. Өсіп кеткен шашыңды сәндеп қиып аламын. Қолға қайшы аламын, мен шаштараз баламын. Кел шашыңды тарайын, шаш үлгісін жасайын. Кекіліңді жүрінім, қысқартып мен берейін. Ханшайымның бұрымын екі жақтан өрейін. Шаштарымызды өзіміз ғана қоймай, қонақтарымызға да көрсетейік, солай ма? Come on. Шаштаразға онда барып не істеттік біз? Шашымызды қайдырдық. Тағы да? Шаштарымызға прическа жасадық. Иә, прическа, иә, сәндеттіге жақсы жарайды. Тағы да не істедік? Айтып беріңіз, тағы да не істедік біз? Света. Өздеріңіз салған суреттерді